Бүгін кешегі оқиғамыздың екінші бөлімі. Екі ғашық мектеп бітірген бойда бас қосамыз деп жоспар құрған еді. Бірақ Жәнібектің анасы қатты ауырып отаға түсті. Сол себепті жігіт амалсыздан сыртқа жұмысқа кетуге мәжбүр болды. Ағасы арасында азық-түлікке азын-аулақ ақша беріп тұрады. Оның да отбасы, бала-шағасы бар еді. Бағымды анасы ақылы колледжге мұғалімдікке оқытты. Үлкен қызы мектеп бітірген бойда тұрмыс құрғасын, кіші қызы Бағымды өз қолына алғандай. Үнемі айтып отыратыны: сен қыз осыдан байға кетсең, шашыңды жұлып алып келемін. Оқуыңды оқып жұмыс істейсің. Өзім таңдап беремін болашақ жарыңды. Әне қара, әпкең отыр. Сіңірі шыққан жоқ жерге барып. Қыз тілімді алмайды екенсің, айтпады деме. Қартайған әжеңді үйден қуып шығамын. Осыны есіңе сақта. Бір кездері Бағымның Жәнібекпен жүретінін естіді ме, әлде біліп қалды ма? Сол кезде осындай әңгімені анасы жанына тигізіп айтқан болатын. Уақыт өтіп, Бағым колледж бітіріп, жұмысқа да тез орналасты. Анасы Гүлнар жұмыс жасайтын сауда орталықтың бастығы әйел адам. Бағымның жұмысқа тез орналасуына көмектесті. Оның да өз ойы, мақсаты бар еді. Ажырасқан ұлына әрі үй шаруасына епті жас қызды іздестіріп жүрген. Бірде Гүлнар сырқаттанып, орнына жұмысқа Бағым шыққан. Сол кезде жас қызға көзі түскен бастық сыртынан зерттей өз ойлағанындай болғанына қуанып кеткен. Содан бастап Гүлнарға жақындап, араласып, базардан жеке бутик ашып беретінін айтқанда құдалыққа келіскен болатын. Бұл кезде Жәнібектің анасы ауруынан айығып, ескі үйлерін жөндей бастады. Үйленуге қаражат жинаған Жәнібек анасына Бағымды келін ететінін айтқанда қуанды. Бала кезден мінезіне қанық, өте ұқыпты қыз екенін білетін еді. Жәнібектің анасы үйде ешқандай жұмысқа жарамай қалды. Ара-тұра Гүлнар соғып кетеді. Бірақ екеуі де бір-біріне сырларын айтпады. Жәнібектің анасы да құдалыққа әзір дайын болмағасын ештеңе демеді. Гүлнар бутик үшін қызын бірнеше жасқа үлкен әрі ажырасқан еркекке беретінін айтуға батылы жетпеді. Гүлнар іштей өзін ақтап әлек. Қызым бақытты болу үшін осылай жасағаным өте дұрыс шешім. Бірде демалыс күні Бағымның үйіне сауда орталығының бастығы мен қарны қабақтай, беті табақтай ұлы келді. Анасы Гүлнар жалпылдап: келетіндеріңізді айтпадыңыздар ма? Дайындалатын едім. Көкірегін байлық тескен бастығы менсінбеушілік дауыспен: өтіп бара жатқасын соғып кетейік дедік. Әне қызды көрдің бе? Ұнай ма? Ұнамаса айт, атмена ете саламын. Мырс етіп күлді. Құдды бір базардан зат таңдап жүргендей. Еңгезердей ұлы: иә, ұнайды, аламын деп ыржия Бағымға қарады. Денесі дір еткен Бағым бұл еркекті ана әйелдің ұлы емес, күйеуі деп ойлап тұрған еді. Мына сөздерінен кейін селт етті. Онда давай, тез тойға дайындал. Ертең жұмыста кабинетіме кел, ақша беремін деп Гүлнарға қарады. Иә, барамын дейді. Ашуланған қызы: апа, мен өлсем де ол еркектің жары болмаймын. Жап аузыңды, сені еріккеннен беріп жатырмын ба? Ештеңеден тарықпасын, болашақ балаларыңда аш жалаңаш жүрмесін деген оймен жасап жатырмын. Арада біраз айқай болды. Әжесіне барып мұңын айтқан. Қолынан не келер дейсің оның да? Гүлнарға бірдеңе дегендей болып еді. Арпылдаған келіні: қартайған шағыңда далада қалмайын десең, аузыңды жауып отыр. Мына қыздың қолтығына су бүркемей. Бұл кемпірден билік баяғыда-ақ кеткен. Әрден қыздарының үйіне барып тұрады. Күйеу балдары, құдалары да жақтырмай, бір жағынан қыздарының бақытына кедергі болмайын деп өз шаңырағына қайтып келеді. Не болса да немерелерімнің қасында болайын, өлсем өз шаңырағымда өлейін деп әйтеуір өлместің күйін кешіп жүрген байғұс қарт ана еді. Анасынан тығылып кездесуге шыққан Бағым Жәнібекке бүгін алып қашуын өтінді. Аяқ астынан мұндай қадамға барғанына Жәнібек аң-таң. Ғашығынан айырылатын біліп,
Сол түні үйіне келін қып бағымды апарды. Таң қалған анасы: балам-ау, ескертсең қайтеді, кешірімге ақшаны қайтеміз? Апа, енді бағым осылай етті, әйтпесе басқа біреу алып кеткелі жатыр екен. Анасы не дерін білмей қалды. Туыстарына хабар бере бастады. Бәрі оң болсын айтып жиналып, әрбіреуі барын беріп, мал сойып, қамыр иленіп, бауырсақтар пісе бастады. Ешкім ойламады Гүлнар қызын алып кететінін. Көршілері де білетін Жәнібектің анасы мен бағымның анасы екеуінің құрбы екенін. Кешірімге танитын адамдар келгенде Гүлнардың төбе шашы тікірейіп айқайға басты. Тіпті қасына 2 ментті ертіп алып келіп айқай шығарғанда жұрттың бәрі жағасын ұстады. Сен қызға не дедім? Оңбаған неме? Сіңір шыққан кедей ауру енені бағып өміріңді құртасын деп айттым ба? Айттым. Басында ми бар ма өзі? Мына сөзі естіген Жәнібектің анасы еріксіз жылап жіберді. О тоба, Гүлнар, сен досым емес, дұшпаным екенсің. Екі құлағы дыңылдап құлап барады. Жәнібек те қыздары апалап жедел жәрдем шақырды. Гүлнар қызының құлағына сыбырлай: жарайды, осында қал. Сенің кесіріңнен әжеңнің өмірін тозаққа айналдырамын. Енді бір шешімге кел. Мына сөздер бағымды әбден есеңгіретіп тастады. Иә, әжесін қатты жақсы көретін, әжесіне шешесінің күн көрсетпейтінін де білді. Жәнібекке мұңлы көздерімен қарап: кешірші бұлай істегеніме. Қалған сөздерін жылап айта алмай жатыр. Өтінемін, бағым, бұлай жасамашы, мені тастамашы. Жігіттің жалынған сөздеріне де қарауға мұршасы келмей қыз кете барды. Намыстан жылаған жігітті бәрі жұбатып әлек. Десе де сол бір көз жасы Гүлнардың, бағымның өміріне үлкен өзгеріс әкелді. Ертеңіне қайтадан Гүлнардың үйіне барған Жәнібек бағымға қанша жалынса да қыз келіспеді. Шешесі түнімен неше түрліні айтып, бағымды өз дегеніне көндіріп қойған болатын. Бағымның әжесі де келіні Гүлнар жоқта: құлыным-ау, мені ойлап бақытыңнан айырылма. Ана жігітке обал емес пе? Әлі де кеш емес. Менің қанша ғұмырым қалды дейсің? Бара ғой енді. Әже, бала кезден бар мейірімділікпен өсірдіңіз. Азғана ғұмырыңызды да шешем көп көрді. Тым болмаса сенің қасыңда жүрейін. Жәнібек мені түсінер, егер шын сүйсе. Бағым өз еркімен еш уақытта бастықтың ұлына шығамын деп уәде бермеді. Гүлнар қанша қорқытса да бай отбасына келін болмайтынын кесіп айтты. Бағымның ойы кішкене қаражат жинап, әжесін алып бөлек шығу. Сосын барлық мән жайды Жәнібекке түсіндіру еді. Бірақ өмір біз ойлағандай бола бермейтіні бар емес пе? Қайта-қайта келіп, намысы тапталған Жәнібек басқа қалаға жұмыс істеуге кетіп қалды. Тіпті телефон нөмірі де ауыстырып жіберген еді. Бірде жұмысқа кеткенде Гүлнар сол күні үйде қалып, өз қолымен енесін жарақаттады. Бұл жай жоспар еді. Ауруханадағы бір дәрігерге көп ақша беріп, жалған ота жасатуға көп ақша керек екенін айтқызды. Әрине, ол ақшаны бастықтан алып, өтеуіне сол үйдің келіні болды. Дәл сол күні. Осылайша бағым алданып қалды. Келген күннен бастап өмірі өмір емес еді. Еститін сөздері: сен сорлы ақша үшін келдің, енді өтеуін өте. Намысқа тиетін сөздер. Тіпті даңғарадай үйден шығармайтын. Бұндай бассыздыққа бағым бір айдай төзіп, қапастан қашып шықты. Бастық құдағайым бар деп көкірегін керіп жүрген. Гүлнар бутигінен әп-сәтте айырылып тынды. Сауаты жоқ Гүлнарға жасанды құжат бергенге мәз болып жүрген еді. Үйіне қайта оралған қызы мен анасы бет жыртса төбелесуге дайын барды. Жүрегінде мейірімділігі бар алыс туысы әжейді іздеп келгенде үстінен түсіп әзер айырған болатын. Бағым мен әжесі алыс туысының үйіне барып тұра бастады. Ауылда тұратын еді. Сол ауылдан әжесі екеуі жайма шуақ өмірлері басталды. Сол ауылдан бағым өз бақытында тапты. Өзінен бір жас кіші Мақсат есімді жігіт ауылға келгелі ізінен қалмай жүрген. Бағым одан бойын алыс ұстап жұмысын істеп жүре берді. Туыстары ауыл мектебіне жұмысқа орналастырған еді. Бағымның бар ойы Жәнібекпен кездесіп, өткен күнді орнына келтіремін деп ойлады. Арада 1 жыл өткенде өз қаласына аяқ басқан бағымның жүрегі дүрсілдеуде. Жәнібек әлі де сүйеді деген үміті сөнбеген еді.
Жәнібектің үй жағына келгенде жас келінді көзі шалып қалды. Аула сыпырып жүр екен. Аяғын әзер басқан бағым, сіз осы үйдің келіні боласыз ба? Дауысы дірілдей әзер айтты. Иә, Жәнібектің әйелімін. Артына бұрылған күйі ауылға қарай зымырады. Көздері жасқа толған бағым бәріне өзін кінәлай бастады. Жығылғанға жұдырық болып, әжесі де өмірден озды. Осындай сәтте жанынан табылған жанашыры Мақсат болған еді. Солай аралары жақындай түсіп, кейіннен шаңырақ көтерді. Қазіргі таңда Мақсат пен бағымның балалары бар, бақытты жанұя. Бір кездері анасын Гүлнарды қайыр тілеп отқан жерінен жаны ашып үйге әкеліп, барлық жағдайын жасаған болатын. Сол жақсылығын пайдаланған анасы үйдегі барлық ақшаны алып тайып тұрды. Барлық жамандық сонымен кетсін деп, одан кейін анасын мүлдем іздемеді. Жәнібек те бақытты жанұя. Бір кездері кездесіп қалғанда 4 баланың әкесі болғанын айтқан еді. Кейіпкер, анам тірі болса да жетіммін. Алладан қорқып, ол жанды кешірсем де, әжеме, өзіме істеген қиянаттарын ұмыту мүмкін емес. Бір рет мүмкіндік бердім, бірақ ол да болмады. Қанша жылғы сырымды айтып жеңілдеп қалдым. Көп рахмет тыңдағандарыңызға.